Сәлем, сіздермен Нұрбол Қалбаев. Бүгін біз сіздермен HTML-де веб-сайт жасау тақырыбын үйренетін боламыз. Яғни HTML-ге кіріспе тақырыбын бұйырса осы қысқа уақытта сіздермен бірге үйренетін боламыз. Кеттік, олай болса, ең алдымен веб-программалау дегеніміз не екен? Кез келген веб-сайттарда бізде екі негізгі компоненттен тұрады. Біріншісі ол фронт-энд. Фронт дегеніміз ол беті, басы, яғни сіздерге көрінетін жерін айтамыз. Мысалы, егерде ол сайт болатын болса, сіздерге көрінетін дизайны, кестелері, жазулары, тағы басқалар жатады. Ал бэкенд дегеніміз ол жүзеге асыру компоненті, яғни оның артқы жағын айтады екенбіз. Мысалы, ол серверлер болуы мүмкін. Мысалы, белгілі бір сайттарға сіз өзіңіздің данныйларыңызды, ақпараттарыңызды енгізсеңіз, олар не істейді? Арғы серверде сол ақпараттарды сақтайды, мәліметтерді өңдейді, былайша айтқанда. Яғни соны біз не істейді екенбіз? Бэкенд деп атайды екенбіз. Бұл сабақта біз сіздермен HTML тақырыбын үйренетін боламыз. HTML ол сайт жасауға ең керекті тілдердің бірі, яғни сайттың негізгі каркасын, негізгі сүйегін, былайша айтқанда, осы HTML арқылы құру қажет болады екен. Кеттік. HTML тілі ең алғашында 1989 жылы Tim Berners-Lee деген кісі ұсынған екен. HTML-ді толық айтатын болса, Hypertext Markup Language деген сөзден шыққан, яғни гипермәтіндік белгілеу тілі, яғни қатаң ережелер бар компьютерлік тілге жатады деген. HTML файлдары .html болып сақталады. Бұрындары .htm болған, қазір кезде .html. Мысалы, білесіздер, суреттер .jpeg, видеолар mp4 деген сияқты сақталады ғой, дәл сол сияқты. HTML-дерді блокнотта жазып, қарапайым блокноттың ішінде осы HTML кодтар жазып, .html деп сақтап, браузер арқылы жүзеге асыра беруге болады екен. HTML-дегі ең маңызды нәрсе ол тегтер деп аталады. Тегтер бізде мынандай үлкен, кіші деген белгілермен белгіленеді. Былайша айтқанда, ішіне тегтің атауы жазылады. Мысалы, мынандай басылады. Одан кейін тегтің атауы тег не істейді екен? Жабылады. Одан кейін әрбір тег жабылатын, ашылатын болып бөлінеді. Жабылатын деген дәл сол тег жазылады, былайынан беріліп, тегтің атауы жазылады да, соны бітіреді екенбіз. Жалпы қазір сіздерге көрсетейін структурасын әрбір HTML құжат қандай бөліктерден тұратындығы жайлы. Мысалы, ең алғашқы сайтымыз жасайтын болсақ, бізге HTML құжатында міндетті түрде мынандай HTML деген тегтен бастауымыз қажет болады екен. Мынандай ашамыз HTML деп жазып алады екенбіз. Ол құжат міндетті түрде немен? Сол тегтің жабылған түрімен аяқталуы қажет екен. Қараңыздар да, міне ашылған және жабылған түрі кездеседі. Ол кез келген құжатта болу қажет. Одан кейін бізде head деген тег бар. Head деген сол басы дегенді білдіреді. Head ашылды, міне head жабылды. Яғни бұл құжаттың тақырыбын жазатын тегтердің іші. Яғни мына жерде қарасақ, HTML деген сол барлық құжат басталып, барлық құжат аяқталатын болса, head деген тақырыптар бөлімі мұнда құжат туралы мәліметтерді енгізеді, көрсетеді екенбіз. Одан кейін бізде title деген бар. Title ол құжаттың тақырыбын енгізуге арналған, яғни тақырыбы, мысалы, мына жерде менің алғашқы сайтым деген тұр, ол мына жерде тұр. Менің алғашқы сайтым деген тақырып осы жерде көрсетіліп тұр екен. Одан кейін қарасаңыздар, құжат денесі тұр. Міне денесі body деп аталады екен. Body тегі ашылған, body тегі жабылған, яғни құжаттың негізгі денесі, яғни негізгі ақпараттарды біз не істейді екенбіз? Осы жерге енгізіп алады екенбіз. Түсінікті, кеттік. Енді біз бірден практикаға көшейік. Практика жасау үшін екі жол бар. Біріншісі, өздеріңіздің компьютерлеріңізде блокноттар бар. Блокнот деген программа бар. Соған кіріп, .html деп файлды сақтап алып, жұмыс жасай беруге болады. Былайынан index.html деп осылай код жазып, соны браузерде запуск етуге болады. Немесе, егер көпшіліктеріңізде білем, ноутбуктар болмауы мүмкін, ондай жағдайда бірден онлайн түрін қолдануға болады. Онлайн HTML-ді компайлер деп жазсаңыздар, бірінші мысал программист деген сайтта шықты. Қазір мен сіздерге бірден осы сайтта мысал ретінде көрсететін болам. Мына жердегі артық нелер бізге қажет емес, delete етсек болады. Скрипт дегендерді delete етсек болады. Керек емес болғандықтан. Мынау index.html-ді қалдырайық, ішін тоже пустой қылып қалдырып қояйық, чтобы сіздерге көрінуі үшін. Енді осыны біз сіздермен бірге қазір осы жерге код жазып жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші біз нені жазамыз дедік? HTML деп жазып аламыз дедік. Дәл осы HTML не істеу керек? Аяқталуы қажет екен. HTML деп аяқталуы қажет.
Одан кейін біз нені жазамыз? Бірінші body head жазылады дедік, head деген жазылады. Headті жазып алайық. Біз head деген ол басы дегенді білдіреді деп айтқан болатынбыз. Headті жазып алайық. Дәл сол head не істейді? Аяқталуы қажет. Headтің ішінде бізде не болуы мүмкін? Title болуы мүмкін. Title'дың ішіне біз не жазамыз? Сол сайтымыздың тақырыбын жазып алады екенбіз. Яғни мына жерде көрінетін нәрсені жазамыз. Мысалы, менің алғашқы сайтым деген сияқты. Headтің ішіне жазайық. Title жазайық. Titleға мысалы менің алғашқы менің сайтым деп қосылайық. Сайтым деген жаза салайық. И бұны не істеуіміз қажет? Жабуымыз қажет екен. Title деп жазайық. Title деп жабады екенбіз. Мына қараңыздар, мына жерден бізден осы сөзіміз шығып тұр екен. Сіздерге ыңғайлы болу үшін тағы үлкенірек қылайын. Мына жерде астында менің сайтым деген шығып тұр. Енді келесі біз нені қолдансақ болады? Body деген бар. Body ол құжаттың негізгі денесі. Осыған енгізейік. Headтің астына жазамыз оны. Мына жерге жазамыз. Body жазып алдық, жабамыз. И осыны аяқтаймыз. Body деп бітіру керек. Body деп бітті. Енді осы жерге негізгі кодымызды жазады екенбіз. Осы жерге негізгі кодымызды жазамыз. Мысалы, бізде тағы не жазуға болады? P деген тег бар. HTML-дің негізгі тегтері, яғни P тегі бар. Ол тегтері азат жолдың басы мен соңы білдіреді екен. Азат жол дегеніміз ол абзац, абзацтың басы, соңы дегенді білдіреді екен. P тегі арқылы. Жазып алайық. Мысалы, P деген тегті жаздық. И P деген тегті жаптық. И ішіне сайт деп қосылайға. Сайт деп жазсақ, мына бізде мына жақтан шықты. Егер кәдімгі сайт болса, мысалы, мына жақтан шығатын еді деген сияқты. Түсінікті, міне шықты. Енді келесі басқа нәрселерді қарайық. H1, одан кейін H6 дегендер тұр. Құжаттың ішкі тақырыптарын анықтайды. H1 ең үлкені, H6 ең кішісі дейді. Яғни H1 деген сол ең үлкен заголовканы білдіреді екен. H6 ең кішкентай. H2 деген үлкеннен сәл кіші болады, H3 одан кішірек деген сияқты кете береді екен. Қазір мен сіздерге көрсетейін. H1 деп, мысалы H1 жазайық. Мысалы H1-ді жазайық. И ішіне тақырып деп жазайын. Тақырып 1 деп қосылайын. Міне ең үлкені болып тұр. Дәл солай, енді біз сіздермен H2-ні жазып көрейік. H2-ні, мына жерге 2-ні қояйын. H2, и мынауды бізде H2-мен аяқталсын. И тақырып 2 дейін. Міне қараңыздар, мынау ең үлкен болса, H2 одан сәл кішілеу екен. Дәл солай кете береді. H6 деген бізде не істейді? Ең кішкентай тақырыпқа жатады екен. 3 емес, 6-ны қояйын. Ең кішкентай. Міне қараңыздар, өте майда болып кетті. Мына жерге 6 деп қояйын. Міне өте майда тақырып осы H6 болады екен. Түсінікті, кеттік, түсінікті болса. Одан кейін бізде не бар? BR деген тег бар. Жаңа жолға өтуді жүзеге асыратын жұпсыз, яғни дара тег. Яғни жаңа жолға өту үшін біз былайнан Enter'ді бассақ та не істейді? Мына жақ өзгермейді екен. Себебі HTML-де бұны дәл солай шығармайды, тек қана тегтерге қарап қана шығарады екен. Яғни бір қатар астыға түсіру үшін біз не істеуіміз керек? Жаңағы көрсетілген BR тегін қолдануымыз қажет. BR-ді жаздық, бір қатар астыға түсті. Мысалы, 2 BR қоссақ, тағы да астыға түсе береді деген сияқты. Міне қараңыздар, бір қатардан астыға түсіп кете берді. Түсінікті, BR тегі қалай жұмыс жасайтындығы. BR-ді бір рет жазсақ, бір қатар астыға түсіріп жібереді екен. Одан кейін HR деген бізде көлденең сызықсызады, яғни былайнан сызықсызады екен. Қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, 2 BR-дің ортасына HR-ды қосып жіберейік. Бір сызық пайда болу үшін HR деген сияқты. Мына қараңыздар, мына жерден бізде не пайда болды? Бір сызығымыз пайда болды. Түсінікті, кеттік олай болса. Енді мәтінді форматтау тегтеріне оралайық. Бізде OBT-да көп сұралатын тегтердің бірі, әсіресе осы HTML тақырыбы бойынша. B деген тег бізде қою қаріпті мәтін деген білдіреді екен. Яғни қою дегеніміз ол жирный шрифт деген білдіреді. Жирный шрифт. B тегімен немесе strong тегімен, яғни екеуі почти бірдей білдіреді. B тегін қолданайық. Мысалы қараңыздар, кез келген бір сөз болсын, мысалы сайт болсын, сайт 1 деген сияқты сөз болсын, мына жерде сайт 1, немесе жазайық сәлем әлем деген сияқты. Сәлем әлем деген сөз жаздық. Енді осыны жирный қылайық. Ол үшін не істейміз? B деген тег арқылы жазады екенбіз. Міне B деген тегті қолдансақ, бізде не істеді? Осы сөзіміз жирный болып қалды. Міне қараңыздар, қалың болып қалды.
түсінікті, иә. Одан кейін и деген және ем деген тектер ол не деген курсив. Курсив дегеніміз ол қиғашынан жазу дегенді білдіреді. Қазір сіздерге көрсетейін. Мысалы, мына жерден тағы да көшіріп алайық. Дәл осыны енді и тегі арқылы жазайық. Мына и тегі арқылы жазсақ не істейді? Қиғашынан жазылып тұр. Сәлем әлем деген сөз қиғашынан жазылып тұр екен. Дәл солай ем-ді де қолдансақ, дәл сондай бізде нәтижені береді екен. Мына ем, мынаны да ем деген текпен жазып алдық. Түсінікті, иә? Келесі бізде S деген сызылып тасталған мәтін, немесе S үстінен бейт сызып тастайды ғой. Дәл соны қолдану үшін біз S дегенді қолданады екенбіз, иә? Қазір мынаны жазайын. S дегенді қолданайық. Мына S деп жаздым. Мына мындай сызылып тасталған мәтінді бізге жазып берді, иә? Одан кейін U деген тек бар. U дегеніміз ол асты сызылған деген білдіреді екен, немесе ins деген текпен бірдей, иә? U деген текті қолданайық. Мына қараңыздар, U деген текті қолданамыз. U деген тек мына сәлем әлем деген сөздің не істеген? Асты сызылып тасталған. Түсінікті, иә? Дәл осыны міндетті түрде өздеріңіз практика жүзінде жасап көріңіздер. Қосымша форматтау тектері бар бізде. Суп, S деген сияқты. Суб дегеніміз ол мәтінді төменгі индекс түрінде шығарады. Яғни төменгі индекс дегеніміз ол мынандай. Мысалы, сәлем, мына жерде жазайық. Суб. И мысалы 2 деп жазайын. И дәл осын жабайын. Суб. Мына жерде 2 деген әріп мына жерден пайда болды. Мынаны алып тастайын, сіздерге көріну үшін. Мына жерден, иә. Мына жерден пайда болды. Яғни индекстерді жазу үшін біз суб деген текті қолданады екенбіз. Егер дәрежені жазғымыз келсе, суп, яғни суперскрипт деген сөзден шыққан, супер деген биік деген сияқтыны білдіреді. Яғни сонда біз осы тек арқылы жаза алады екенбіз. Қазір сіздерге жазып көрсетейін. Лучше оны былай жазған дұрыс болар. Мысалы, H2O деген сияқты сөздер жазып, H2O деген сияқты. И мысалы, супға басқан жазайық. 5-тің 2 дәрежесі деген сияқтын жазайық. Суп мен жазайға 2 дәрежесін жазайық. Суп деп. Міне. 5-тің квадраты деген сияқты, H2O деген сияқты нәрселер жазу үшін біз не істейді екенбіз? Осыларды қолданады екенбіз. Мәтін сызылған, оны білеміз, бағана өтіп қойған болатынбыз. Түсінікті, иә? Енді одан кейін бізде атрибут деген ұғым бар. HTML-де атрибут ұғымдары нені білдіреді? Сол текке қосымша параметрлер, қосымша мәндер немесе қосымша свойстволар беру үшін осы атрибуттарды қолданады екенбіз. Мысалы, HR тегі бар, align деген атрибут қостық. Ол, мысалы, оң жақтан шықсын деген сияқты. Немесе size размері 3 болсын деген сияқты. Яғни бір тек берсек, соның тектің ішіндегі мәндерін өзгерту үшін осылай атрибуттарды бере алады екенбіз. Яғни атрибут не істейді екен? Пробел арқылы жазылады. Атын жазамыз атрибуттың тең деп оның мәнін береді екенбіз. Мысалы, сөздерде align деген left деп жазсақ, біз align экранның сол жағынан бастап жазамыз деген білдіреді екен. Align right десек, оң жағынан, center десек, ортасынан justify ені бойынша нестеу туралану дегенді білдіреді екен. Мысалы, мына жерде сәлем әлем дегендер ол сол жақпен жазылып тұр. Мысалы, мынаны біз оң жақтан өзгертіп көрейік. Так, бұл бізде мынау тұр, мына жерден тұр. P тегіне пробел жасамыз, align деп жазамыз. Тең болады. Қандай? Біз оң жақтан жазу үшін right деп жазамыз, right дейміз. И мынаны қайтадан жабайық. Міне қараңыздар, не істеді? Мынау оң жақтан пайда болды. Мынау текстіміз оң жақтан пайда болды. Енді ортадан пайда болу үшін, мысалы, мынау текстіміз ортадан пайда болсын. Мынаны көшіріп алайын да. Мысалы, мына жерге қояйын. И center деп жазамыз, center деп жазамыз. Міне, мынау текстіміз не істеді? Орта жақтан пайда болды деген сияқты. Түсінікті, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақ ұнаса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Егер сіздер ұбт-да келетін HTML-дер тақырыбына арналған тегін чек-листтер бар бізде, тегтер жазылған, оның сипаттамасы, ақпараттар жазылған, сондай чек-лист дайындап қойған болатынбыз. Соны алу үшін біздің infologia.kz парақшасына кіріп, дайректіне 2810 санын жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жіберетін боламыз. Және де егер дәл осылай
тақырыптарды, информатиканы оңай, жеңіл үйренгілеріңіз келсе, онда сіздерді информатика ұбт курсымызға шақырамын. Міндетті түрде бұйырса курсқа қатыссаңыздар 40+ балл жинап, ұбт-да айтишник болғым келеді дейтіндер болса, грантқа міндетті түрде түсіп кетеріңізге тілектеспін. Бұйырса осы курсқа тіркелу үшін мынандай WhatsApp нөмірге жазыңыздар, менеджерлер міндетті түрде жауап береді, сіздерге курс туралы толық ақпаратты беретін болады. Бағасы, қандай форматта өтіледі деген сияқты. Менің жеке парақшаларыма тіркеліп қойсаңыздар болады, және инфологияның парақшаларына міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Егер дәл осылай тегін сабақтар шығып тұрғанды қаласаңыздар, комментарийге HTML деп жазып жіберіңіздер, бұйырса осындай тегін сабақтарды жиі салып тұратын боламыз. Олай болса сәттілік, келесі сабақтарда кездескенше қош сау болыңыздар.